біздің кейіпкеріміз өзіміздің өңірлік, яғни осы Шымкент қаласында мынау Венгрде дүниеге келген Сүлеймен Қарақшы жайында болмақшы. Ұрпағы білесіздер, Құлжабайдан тараған мәмен. Аюлар бар ғой, соның жүрегін әкеп беріп, соны жаңағыдай шекідей анасы жұтып, жерігін басқан екен. Болмады ғой, содан ол кішкене барымташылыққа бет бұрған болатын. Бір күні жаңағы қазақ жерінде шіркеудің тобы болады ғой, басшысы, сол қазақтарға тіл тигізіп тұрған жерінде осындай жетімдіктің ащы дәмін татқан, бірақ өзі өте мықты болған, сондықтан да ол өзінің көп. Сонымен жаңағы көбек нағашысымен бірталай нәрселерді үйреніп, ел аралап, жер аралап, тауларды, жалпы соларды түнеп теседі ғой, тескен кезде бұл көзін түк көрінбейді екен ешкім. Бұл алдындағы жұрт қоймай болмайды екен. Бұл ақыры не керек осы қиналып жатқан қазақтарға көмектесу мақсатында өзі мал да жинамады, өзінің үйде болмады. Бірақ өзі бір үйренген еді. Кітап ақылды қуаттайтын құрал. Кітапты көп оқыған дүниедегі бай адам. Сол кітаптың иесі емес сіздер жай адам. Кітап білім бұлағы, білім өмір шырағы. Кітапхана болсыншы оқырманның тұрағы деп бүгінгі әдеби диалогымызды осымен аяқтаймыз. Сіздерге де рахмет.